Бәріңізге сәлем. Бүйрек ауруының сіз білмейтін белгілерін айтамын. Бүйрек кальций элементі мен Д дәруменінің ағзаға сіңуін қамтамасыз ететінін білесіз бе? Бұл видеоны соңына дейін қарап, еңбегімді бағалап тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр. Несеп арқылы тағамдардың қалдығын, дәрі мен тұзды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 мл қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Кейбіріміз бүйрек ауруының бел ауруымен шатастырып, уқалап, массаж жасап, немесе қыздыратын маз жағып, өз бетімізше емделуге әрекет етеміз. Алайда ауыратын нүктені нақты анықтап алып, ем жасамасаңыз соңы айықпас дертке ұшырауы мүмкін. Сонымен бүйрек ауруының белгілері қандай? Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпты ұстайды, кальций элементі мен Д дәрумендерінің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Бүйрек ауруына нашар экология, лас ауа, ауыз су, тағаммен бірге түсетін улы заттар, дәріні шамадан артық қабылдау, жағымсыз әдеттер, дұрыс тамақтанбау, жиі инфекция жұқтыру себеп болады. Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды, ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Зәрдің көбіктенуі кіші дәретке шыққанда несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер салыңыз. Бұл жағдай әр дәретке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасалынады. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс жасамай жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым аласыз, немесе бүйрек артерияның қан айналым жүйесінде өзгерістер болады. Зәр түсінің өзгеруі несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпарат бере алады. Жалпы дені сау адамның зәрі ашық сары болуы керек. Ал егер бүйректе қандай да бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызғылт түсті көрсетсе, әрі жағымсыз иіс шығарса, онда бұл дабыл қаққанның белгісі. Десе де несептің түсі тұтынған тамағыңызға қарай да өзгеріп тұрады. Егер қызылша, қырмызы жесеңіз, В витамин тобын қабылдасаңыз, ол несептің түсін айрықша өзгертеді. Зәр түсі тұнық болмаса, бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршықтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ сары түсті түйіршіктер көрінеді. Бұл тас байлаудың алғашқы белгілері. Ал егерде ешқандай түйіршіктер болмай, тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Бұл кезде суды көбірек ішіп, ағзадағы артық тұздарды тазалау керек. Сондай-ақ дәрігердің кеңесі де артық етпейді. Төртінші, ауырлық сезсеңіз, бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол және оң жағынан қандай да бір толқынды сезсеңіз, құрсақ қуысы шаншса, онда бүйректің сыр бергені деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айну, лоқсу пайда болады. Кей жағдайда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп, көлемі еселенеді. Бесінші белгісі әлсіздік. Бүйрек эритроциттің және желек майын ынталандыратын гормонның түзілуіне қатысады. Егер ол зақым алса, гормонның бөліну деңгейі төмендеп, адам әлсіздікті сезінеді. Мұны көпшілігі қаназдықпен шатастырып жатады. Бүйрек ауырғанда бойыңызды әлсіздік билеп, үнемі шаршау сезінесіз, әрі жүзіңіз солғын тартады. Алтыншы белгісі басыңыз ауырып айналады. Бүйректің негізгі жұмысы ағзадағы артық затты шығару екенін айттық. Егер бүйрек сыр берсе, тағамның қалдығын улы заттар сыртқа шықпай қанға қосылады. Ол жүйке жүйесі мен миға кері әсер етеді. Салдарынан есте сақтау қабілеті төмендеп, бас ауруға шалдығады. Бүйрек ауруына анемия қосылса, науқастың басы айналып, өзін жайсыз сезінеді. Жетінші белгісі, ішіңіз ауырып, құсқыңыз келсе, егер тамақтану режимін өзгертпесеңіз де, бұл белгілер орын алса, онда бүйректің ауыра бастағанын білдіреді. Балғын, құнарлы, нәрлі тағамдарды тұтынсаңыз да, құсқыңыз келіп, ішіңіз кеуіп, кіндіктің айналасы ауырса, бүйректі тексертуге тура келеді.
8-ші белгісі, кіші дәретке жиі барғыңыз келсе, бірден әжетханаға барғыңыз келіп, бірақ 1-2 тамшы ғана кіші дәретке отыратын болсаңыз, онда сізде шын мәнінде алаңдаушылық тура келеді. Бұл бір емес, бірнеше дерттің белгісі екенін білгеніңіз жөн. Егер несеп жолында инфекция түссе, ол циститтен хабар береді. Сонымен қатар бүйрек ауруының, тас байлаудың, қант диабетінің басты белгілері болып табылады. 9-шы, тері солғын тартып құрғаса, бүйрек өз қызметінде сұйықтықты, минералды заттарды, дәрумендер мен ақуызды реттеп, улы затты сыртқа шығарып отыруға қабілетті. Егер ағза ауырса, онда қызметін ойдағыдай атқара алмайды. Салдарынан несеппен бірге ақуыз, су, минералды заттарды жоғалтып, терінің құрғауы мен қабыршықтануына келеді. 10-шы, қан қысымы көтерілсе, ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да бүйрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Осылайша, бүйрек ауруының 10 белгісін біліп алдыңыздар деген ойдамын. Ауырмаңыздар, ем болсын, маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.